Ассалаумағалейкум, 15 қазан 2023 жыл, жексенбі, Қаскелең қаласында орналасқан авторынок Барыс базары. Машиналар келіп жатыр, толып жатыр ақырындап. Қазір Chevrolet Nexia тұр екен. Nexia'дан бастайық. Chevrolet 2021, 73 мың пробег, 1.6 автомат, 4 миллион 800 дейді. Осы номерде. Қазақ авто деген. Қазақ авто дейтін автосалонның машинасы екен. Мадияр, Али болады. Через банк болады тоже. Евразийский банк, Сапа, Digital Finance деген бар, Freedom Finance, Мого, Береке банк, Центр кредит деген банктермен жұмыс жасайды. Осындай Chevrolet Nexia 4 миллион 800, 2021, 73 мың пробегпен. Қасында Mercedes Benz 3 миллион 900 дейді бағасы. Жалон ештеңесін жазбапты, объемын. Мерс түсінетін жандар өздері түсініп алады деп ойлаймын. Осы номерде 3 миллион 900-ге осындай лупаты бар. Лупарик Питчерик 08 дейді. Тарас. Lexus ES300 99 жылғы, 3 объем, 3 миллион торг дейді. Саудасы бар дейді. Осы номерде 3 миллион 99 жылғы ES300. Жылы ескі ES300. Леворульный. 3 миллионға. Жақсы негізі. 99 жылы болса да 3 миллионға арзан. Өйткені осының 2002-2003-тердің бағасы 7 миллион, 8 миллион деп сондай бағада тұр. Марк 2 ғой деймін. Қателеспесем. 97 жылғы автомат 2.5. Зимний шинасын қосып берем дейді. Задний привод. Осы номерде 3 миллион 300. Осындай. Марк 2 бар. Бұл оң жақ рөлді. Марк 2 іздеген жандарға. 2.5. Бағалары жақсы. Арзандайын деген бе базар? Қазір алдағы машиналарды көреміз қазір. BMW 2001 жылғы 3 объем автомат. 4 миллион 800 бағада. Осы номерде. Задний привод. Осындай қара түсті. Осындай машиналар бар. Camry 50. 2012 American 2.5 автомат. 9 миллион 200 дейді. Осы номерде 9 миллион 200. RX 330 3.3 2005 жылғы 7 миллион 300. Осы номерде 7 миллион 300. Toyota Camry 40 2006 2.4 автомат 6 миллион 600. Осы номерде. Hyundai Accent 2012 11 жылғы поколение. 2012 екен автомат 168 мың жүрілген. 4.7 дейді бағасы. Осы номерде 4 миллион 700. Осындай. Nissan Almera 2014-15 жылғы поколение. 2016 екен. 1.6 автомат. 5 миллион 200. Осы номерде.
Қымбатырақ болып тұр. Осы аптаның ішінде осындайдың 2014 жылғысын алды 4,5 миллионға. Танысым. Гольф тройка. Универсал. Тоқсан сегізінші жылғы 2 объем автомат 3,800,000. Осы нөмірде варианттар бар дейді. Осындай гольф тройка универсал. Жағдай жақсы енді. Бірақ енді бағасына қымбат. XS полный комплектация Camry 75 па? 70 екен. 2020 жылы. Екіде 5 автомат 16 миллион 200. Осы нөмірде 72 мың пробегпен 16 миллион 200. XS бұл европейстер сияқты, европейс деп айтылады бұны. Полный комплектация американцы европейс деп айтады иногда біреулер. Subaru Legacy авторинг карс деген анау 2017 жылғы 2-де 5 10 миллион 500 дейді. Осы нөмірде 65 мың миль есептеп аласыңдар өздерің. 2-де 5 Legacy Camry 50 американец SE комплектация 2013 автомат 2-де 5 10 миллион бағада. Осы нөмірде ақ түсті. Артынан түсір жүрек Camry 50. Мұны осындай 08 регион. Toyota Highlander ма? Highlander 2014. 3-де 5 17 миллион бағада. Осы нөмірде. Артынан көрсетіп жатқан жоқпын кейбір машиналарды. Өйткені бағаларына сай ғой. Артын түсіріп қойып жоқ. Camry 50. Қай жылғы? 13? 12? Бағасы? 10 миллион 900. Европейс? Camry 50. 12 жылғы. Kia Rio 2014 1-де 6 автомат 6 миллион 300. Осы нөмірде. Родной дейді пробегі. Номерге звондап келіп көре аласыздар. Elantra. Ештеңе жазылмаған. RX300. RX300-ны көрейік. 2002 5 миллион келісімді бағамен дейді. Осы нөмірде 3 объем болады RX300. Осындай кроссовер. 5 миллион дейді бұған енді. Келіп көріп саудасын білесіздер. Camry 55 тұр екен мұны. 55. 55 түсіріп бедік. Ештеңе жазбай қойыпты 55 түсірейін сен. RAV4 97 жылғы RAV4 2 объем 3 миллион 800-ге RAV4 бар 97 жылғы осы нөмірде. Жылы ескі. Осындай. Бұл парик бар екен, осындай жасыл түсті. 96 жылғы 2.8 автомат 2 миллион 900 бағасы. Осы нөмірде. Осындай. Өткенде Toyota Corolla түсірші деп еді бір кісі 2010-нан жоғары деп. Бірақ 2008 екен. Түсіріп кетейік 1-де 6 автомат 4 миллион 800. Осы нөмірде. 2008 жыл 4-де 8.
Осындай королла бар. Грузияның да машинасын сүр дейді. Мына Грузияның печаткасы тұр. В основном Грузиядан печаткалар келіп жатқан сияқты қазір. Елантра мен Саната үшеуі 2014 жылғы прыгнан утром дейді. Таңертең келген ғой. 2,5 автомат 10 миллион келісімді бағамен осы нөмірде. Налог оплачен деп жазылыпты, бірақ Грузияның нөмірінде тұр. Қазақ ба? Қазақ болады. Первичка, утилизбор бәрі төленген ба? Төленіп жатыр. 10 миллион осындай бағада. Одиссей бар. Одиссей көрсетіп кетейін. 95 жылғы 2,3 автомат 3 миллион 900 осы нөмірде. Торг бар еще. Саудалассаңыздар болады. Осындай Одиссей бар. Достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, қандай машина түсіру керек айта отырыңыздар. Осындай. 7 орындық Одиссей іздегендер. Ашып көрсетейік. Ішіне химчистка жасалған. Көрініп тұр. Осындай бағалар жігіттер. Каналға тіркеліңіздер. Қазір Camry 30-ка, 35-ка, 40-ка, Карина Е деген сияқты машиналар тұр. Алдымызда соларды түсіреміз. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода шығарамын.